Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мен өткен жолы қазақ әбден құлдық санаға кіріп кеткен деп айттым. Өйткені қазақ өз жерінде намыстанбай, ұялмай, өзге елдің тілінде сөйлейді. Өз тілінде сөйлеуге ұяла ма, түсініксіз. Бұл құлдық сана деген қалай кіріп кетті бұларға? Бір орыс қазақты мазақ қылып, обезьяны язык деді у них. Көп жерлерде естиміз, бұл мамбетский язык деп. Сендер соған намыстанып, өз-өздеріңді қорғап, керісінше қазақша сөйлеп, өз-өздерің намысыңды, ұлтыңды қорғаудың орнына, сендер көбісі сол орыс тілінде сөйлеп кетті. Сонда не, жеңілгендерің ба, соларға көнгендерің ба, әлде ұлттарын сатып кеттіңдер ма, әлде соларға сеніп қалдыңдар ма, қорқасыңдар ма әлде? Бір сөзбен айтқанда, бұл құлдық сана ғой, құлдық сана. Енді жаңағы қазақты жамандап жатыр ғой, обезьяны язык, мамбетский язык деп жамандады ғой. Енді мен ондайға сенбеймін. Мен керек болса қазір салыстырып сендерге көрсетіп берейін, айтып. Кім дәрежесі қандай екен, қай ұлттың дәрежесі қандай екен. Оны тек қана тарихпен және салт дәстүрмен ғана салыстыруға болады. Салт дәстүрімізді салыстырайық. Қазақта көкпар бар, ат жарыс бар, күй тарту, қыз қуу, ат үстіндегі неше түрлі ойындар, домбырамен жаңағы айтыс, күй тарту, бет ашар, тұсаукесер, бата беру, қолға су құю, үлкенді сыйлау, барлығы ол қазақтың салт дәстүрі. Ал енді осындай орыста бар ма? Біреу де жоқ. Енді жақында ютубтан қарап отырсам, бір украиндық блогер бір орыспен стриммен сөйлесіп отыр. Сонда ана орыстан сұрайды, сендерде қандай дәстүр бар деп, қандай ұлттық тағам бар, қандай ұлттық өлең бар десе, ана орыс бір өлеңді айтса, украин айтады, жоқ, ол украинның өлеңі дейді. Сендерде ұлттық өлең жоқ дейді, ешқандай. Біреуін айтып көрші дейді. Қайсын айтса да, жоқ, ол украиндікі, сендер оны орысша сөзін өзгертіп алғансыңдар дейді. Ол былай айтылады деп, өзінше украинша айтып беріп жатыр. Тағам да сондай. Борщ деп еді, жоқ, ол украинның тамағы деді борщ. Пельмен, манты деп еді, ол қытайдікі деді. Сендерде ешқандай тағам да жоқ, ұлттық ән де жоқ деді. Мен осыны естіп тағы да таң қалдым. Даже тілдің көзін айтатын болсақ, украиндар Беларусь емес, украиндар Прибалтика, Польша, Чехословакия, солар барлық бірін-бірін түсінеді екен. Тағы да жанында тағы мемлекеттер бар, европалық. Барлығы бірін-бірін түсінеді екен, біз қазақ пен қырғыз сияқты. Қазақтар мына түркі тілдес халықтар бәрі бірін-бірін түсінеді. Ал орыстың тіліне сондай ұқсас тіл жоқ. Бірде бір ұлтпен біз туысқанбыз, міне тіліміз жақын, мәдениетіміз жақын, басқамыз жақын, ұқсас деп айта алмайды. Көрдің бе? Сонда орыс тілі искусственный язык деп жатыр. Ұлттың көзі сондай искусственный ма, сондай бірдеңе деп жатыр. Енді ең алдымен енді біздің қазақтың өз тарихын алыңыздар, мәдениетін алыңыздар. Сонда қалай сендер көздерін жұмық қойып, осыған сеніп, орысша сөйлеп жүрсіңдер. Соларды жоғары санап. Кішкене былай ашып қарасаңыздар, тарихты да, жаңағы мәдениетімізді бәрін салыстырып көрсеңіздер, біздікі керемет қой. Толып тұр ғой, жан жақты. Барлығы бар. Тарихта да керемет, тіл, мәдениеті де бәрі керемет. Сөйтіп отырып, жаңағы орыс өз жеріңде жүріп, құлдық санаға кіріп кетіп, басқа елдің тілінде сөйлейсіңдер. Басқа тілдің барлығын біл, өз тіліңді құрметте деген жоқ па? Өз тіліңді бірінші біл, өз жеріңде, өз тіліңде сөйле.
басқа ұлтты кездестің бе, басқа ұлтпен орысша сөйлес. Өз-өзіңізбен қазақ бірінші. Қазақ тілінде сөйлесуіміз керек барлық жерде. Қазақпен қазақша сөйлесу керек. Міне, басты мәселе.